Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Перизат. Бүгін сіздермен осы жылы хит болып жатқан сыйлықтардың бірі финики в шоколаде дайындаймыз. Рамазан айында сый ретінде берсеңіз де, немесе ауызашарға дайындасаңыздар да өте әдемі көрінеді. Дәмі де ерекше тәтті болып келетін финики в шоколадені дайындау үшін құрмалардың дәнегін алып аламыз. Ортасына осылай жаңғақ қойсаңыздар болады, немесе басқа да сухофруктының түрлерін салып жасауларыңызға болады. Құрманың кез келген түрін таңдап алсаңыздар болады. Егер сатылымға жасайтын болсаңыздар, жақсы үлкен қаттырақ құрмаларды таңдап алғаныңыз дұрыс. Ал аудандарда ондай тек қана осындай майда құрмалар сатылуы мүмкін. Сол себептен дәл осыны таңдап алыңыз, дәл осыны жасаңыз деп айтпаймын. Дүкендеріңізде қандай құрма бар, сонымен жасай берсеңіздер болады. Шетіне осылай 2 зубочистканы тығып дайындап қоямыз. Енді осылай ыдысқа су толтырып алып, шоколадтарымызды осындай ыдысымызға, шұңқырлау ыдысымызға салып ертіп аламыз. Шоколадқа ешқандай да су тиіп кетпеу керек, және сармай қолданбаймыз еріту үшін. Тек қана таза шоколадпен жасаймыз. Осылай ертіп алдық. Енді құрмалардың сыртын осымен қаптап шығамыз. Шоколадтың міндетті түрде молочный түрін таңдаңыздар, сол өте әдемі көрінеді және дәмдірек болады. Құрмаларымызды шоколадпен қаптап болғаннан кейін сыртын қалауларыңызша кеуіп қалмай жатып, осылай әсемдеп шықсаңыздар болады. Содан кейін шамамен 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Финики в шоколадеміз дайын. Міне осылай әдемілеп дастарханға да қойсаңыздар болады, немесе сатылымға шығарып табыс тапсаңыздар да болады. Видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.